табиғаттың ажырамас бөлігі. Аспаннан күннің көзі түскенде, жердің жүзі қуана қыбырлайды. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Гүлдер қойнын ашса, қарқылдап оған құстар қонар. Бірақ та біз табиғатты шын мәнінде аялаймыз ба? Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Табиғат тозыды. Сонымен бірге адамзат та тозып барады. Қоршаған ортаның ластануы нәтижесінде халықтың денсаулығы да нашарлауда. Экологияны қорғау, табиғатты сақтау, жастар, біздің қолымызда. Сәлем достар, біз күн сайын табиғаттың керемет сұлулықтарын көріп жүрміз. Бірақ сол сұлулықты, сол табиғатты біз қорғауымыз міндет. Бүгін мен сіздерге экологиялық әдеттер туралы айтып беретін боламын. Кеттік бірге. Тоқта досым. Бұл пластикпен су ішкенше, мынандай темір ыдыспен су ішкен жақсырақ. Себебі біз егерде бір пластик бөтелкеден бас тартатын болсақ, онда бұл табиғат үшін үлкен көмек болады. Тоқта достым. Егерде бұл қоқыстың бәрін дұрыстап сұрыптасақ, оларды қайтадан өңдеуге болады. Тек сұрыптап тастайық. Тоқтаңдар достар, бұлай жүгіруге болмайды. Бұл жүгірген кезде шаң астан көтеріп, сендердің денсаулықтарыңа зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан жүгірмей, асықпай барып делуге болады. Тоқта достым, егерде сен табиғаттың ауаның тазарғанын қаласаң, онда көлікпен емес, велосипедпен немесе қоғамдық көліктермен жүргенің абзалырақ. Ол машина және де басқа мотоцикл деген заттар, ондай техникалар ауаға үлкен зор зиянын келтіреді. Олардың түтіні жануарларға, өсімдіктерге зиян. Сондықтан да міне осы велосипедпен бар. Табиғатты бірге қорғайық. Егер де біз әрқайсымыз кішкентай қадам жасасақ, онда бұл табиғатқа көп әсерін тигізеді. Сіз қандай экологиялық әдеттерді ұстанасыздар? Пікірге жазып, сіздерден лайк күтемін. Табиғатты қорғау сәнді тренд. Сіздермен бірге болған Зайсан аудандық Гагарин атындағы орта мектебі.